Баршаңызға сәлем. Мен бүгін сіздермен трюфель пирогының рецептісімен бөлісемін. Менің видеомды соңына дейін көріп, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Бұл пирог өте дәмді әрі нәзік болып шығады. Жасалу жолы да өте оңай. Бір жасағаннан шығады. Сіздер де жасап көріңіздер, сіздерге ұнайды деген ойдамын. Біз ең алдымен құрғақ ингредиенттерімізді араластырып аламыз. Алдымен қантымызды 250 грамм. Оның үстіне 200 грамм ұнымызды салып, және өлшеп 70 грамм какаомызды саламыз. Бір чайный ложка разрыхтелімізді саламыз да, барлығын осы құрғақ ингредиентімізді жақсылап араластырып аламыз. Енді 240 грамм айранымызға жарты чайный ложка содамызды салып, жақсылап араластырып аламыз. Енді қалған ингредиенттеріміздің бәрін үстіне құямыз. Алдымен сұйық майымызды 180 грамм. Оның үстіне 2 жұмыртқамызды салып, және 100 грамм жылы суымызға бір ас қасық кофемізді салып, араластырып аламыз. Дайындап қойған құрғақ ингредиентімізді, ұн, қант барлығын салып, миксермен бір қалыпта сұйық болғанша араластырып дайындап аламыз. Дайын болған тестамызды, сұйық массамызды осылай мен 24 диаметрлік ыдысымызға барлығын құйып алдым. Дайын болған сұйықтығымызды 180 градуста пісіріп аламыз. 30-40 минутта пісіп қалады. Осындай әдемі жұмсақ болып менде шықты. Суытып қоямыз. Енді 100 грамм шоколадымызға үстіне 80 грамм сливки немесе сүтімізді құйып, микроволновкада ерітіп аламыз.
бір келкі етіп араластырып, суыған бисквитіміздің үстіне құйып, тегістеп жайып шығамыз. Өзіңіздің қалауыңыз бойынша осылай әрлесеңіз болады. Арахис немесе басқа да дәндермен әрлеп шықсаңыз әдемі көрінеді. Дастарханға да, балаларыңыз жегенге де пісіріп дайындап берсеңіз, өте оңай, жасалу жолы тез дайын болатын пирогтың бір түрі. Осындай жұмсақ, өте нәзік пирог шықты. Сіздерге ұнайды деген ойдамын. Жасап көріңіздер. Егер мен видеом ұнаса, лайк басып, қолдап жіберіңіздер. Рахмет баршаңызға.